Бұл салада да қандай алаяқтықтар болуы мүмкін, оны қалай сақтануға болады? Пирамидалардан өте абай болу керек. Оларға бүгін ақша сап, 50 долларды 1000 долларға көбейтіп жіберіп деген сияқты жаңағы алаяқтық схемалар соны пайдаланады ғой. Олар содан кейін 100% гарантия береді. Сондықтан бұл жерде де өсіре қоямын деп адамдар айтып жататын болса, оған сенбеңіз да. 90% жағдайда алаяқтық схема болады ғой. 7 рет өлшеп 1 рет кесіңіздер. Армысыздар, құрметті жаңа қазақ каналының көрермендері. Біз сіздерге заманның ағымы қайда кетіп бара жатыр, жаңа технология, жаңа ақпараттар жайлы жаңалықтар беріп отыруға мен уәде бергем. Бүгін тағы да студиямызда Ерлес бауырымыз, өзі математик, ғалым, бәрін 7 рет өлшеп 1 рет кесетін адам. Сондықтан мен бұл Ерлестің айтқанына толықтай сеніп, қанша жылдан бері танимын. Мен де осы биткоин саласына кірдім. Сіздерге де осыны насихаттап жатырмын. Бүгін осы кез келген салада алаяқтық жүретіні заңды. Кез келген салада. Бұл салада да қандай алаяқтықтар болуы мүмкін, оны қалай сақтануға болады? Енді кезінде бір әлгі квантовый физика деген таза ғылым ретінде шықты, оны спекуляцияға айналдырып алған кітаптар көп болды ғой. Квантовый психология, оған байланысты квантовый бизнес деген сияқты неше түрлі болып кетті ғой. Тура сол сияқты ана қазір көп байқап қалдым, децентрализация деген сөзді спекуляция жасап алады. Мына бір алаяқтық жүйе бар, біраз зерттеп қарасаң білесің, пирамида. Олар алатта бұл децентрализованный протоколдар, смарт контракт деген терминді пайдаланады. Смарт контракттар арқылы істейді. Сіз 1000 долларыңыз сақ қойдыңыз, ана үлкен компания сіздің 1000 долларыңызды айналып, бір пул деген сөзді қолданады. Пулға беріледі да, кредитке беріп, содан түскен пайданы бөліседі, сізге сонда айына 30%, 50% береді деген сияқты. Оларда алғашқыда береді, бергенде астына шақырған адамның ақшасының есебінен береді. Кәдімгі пирамида ғой. Сөйтеді да бір критический массаға жеткен кезде жабылады. Ондайлар қаптап болып жатады. Олар бір крупный биржалардың атын жамылады. Осылай X деген биржаның адамдары ұйымдастырған, әдемілеп келтіреді, бірақ фаундерлер адамдар көрінбейді. Бәрі MetaMask деген елдің бәрі сенеді. MetaMask холодный кошелек, одағы ақша тиіспейді дейді да. Ал MetaMaskпен байланыстыратын нәрсені кез келген программист істейді. Ол сіз өзіңіз өз еркіңізбен MetaMask кошелектің паролін несін енгізесіз, содан ақшаны алып отырады. Адамдар ойлайды, MetaMask сенімді деп. Бұл пирамидалар. Одан кейін майнинг деген сөзді деп пайдаланады. Міне майнинг жасайсыз дейді. Енді майнингтегі бірден көзге түсетін нәрсе, сіз майнинг жасап жатсыз, сіз басқа бір адамды шақырсаңыз, фундаментальный майнингте сіздің майнингіңіздің үлесі азаю керек негізі. Майнингтің механизмі сондай, фундаменталды өзгермейді. Қанша адам көп жасаса, әр адамның алатын үлесі сол, үлесі азаяды. Ал жаңағы алаяқтық схемаларда майнингке адам шақырту арқылы майнингтегі үлесін көбейеді дейді. Ол табиғаттың термодинамиканың заңына қайшы келеді деген сияқты мүмкін емес нәрселер. Сондықтан сол пирамидалардан өте абай болу керек. Жаңағы шын мәнінде ақшаңызды беріп қойып, аты жөні жоқ, оны біреулер сауда жасап, айына 20%, 30% тұрақты түрде көбейту бұл салада негізі мүмкін емес. Кез келген пирамида деген ол пузырь сияқты ғой, мынандай шар сияқты. Үрдейсің, белгілі жерге дейін қайын үріледі. Үрленіп ол толып болғаннан кейін ол міндетті түрде пұқ деп жарылады. Осы Қазақстанда ең басында Смағұлов бастады. Олардың пайдаланатын не, адамның қандай психологиясын пайдаланады. Көбінесе пирамида ондайларға тәжірибелі кәсіпкерлер кірмейді ғой әдетте. Әдетте әрең күн көріп жүреді, бір қарапайым зарплатада жүреді, мұғалім болып жүріп дейді, өзі мұғалім де мұғалім. Оларға мына долгосрочный, ұзақ мерзімдік жобалар онша көңіліне қонбайды. Өстейсің, бір 2-3 жыл күтесің деген шынайы жобалар DeFi сектордегі. Оларға бүгін ақша сап, ары кетсе бір айдан кейін белгілі бір пайызбен суырып алып, бір 50 долларды 1000 долларға көбейтіп жіберіп деген сияқтылар көңіліне тез қонады да, жаңағы алаяқтық схемалар соны пайдаланады ғой. Олар еш уақытта ұзақ мерзімді жоспарда сабырмен инвестиция күтіп барып аласың деген әңгімені еш уақытта айтпайды. Олар содан кейін 100% гарантия береді. Дисклеймер айтылмайды оларда. Өзің жауап бересің, кез келген инвестицияда тәуекел бал деген, егер солай сұрайтын болсаң, солардың чаттарына 100% гарантия береді ғой. Тегін сыр тек қана қақпанда болады дейді ғой. Аяқ астынан өсіп кету, аяқ астынан байып кету, аяқ астынан үлкен оржаға кенелі қалу, бұл осындай аңқау адамдар
қарапайым адамдарды ғана тосады. Сиқырлы таяқ жоқ. Бәрін 7 рет өлшеп 1 рет кесу керек. Мына Смағұловтан бастап, одан кейін Мавроди болды, МММ. Осы Қазақстанда да не бір үй алып берем, анау дегендердің бәрі анау күнгегі айтыскер Балғынбектің балалары жасады ғой. Оның бәрінің түбінде жарылатыны белгілі болған. Мен оны көріп біліп отырғам. Сондықтан бұл жерде де ананы алып бірдеңкені өсіре қоям деп адамдар айтып жататын болса, оған сенбеңіз да. 90% жағдайда алаяқтық схема болады ғой, 90% жағдайда. Ал шынайы схемасын қалай анықтап алу? Шынайы схемада өз бетінше анықтауға өте ұзақ уақыт керек. Біріншіден жаңағы егер майник десе, сенің табысың біріншіден адам көбейген сайын азаятын болу керек, ал табысың қандай жағдайда өсу керек. Сол майник жасалған валютаның құны өскенде сенікі өсетін болса, онда ол нормально. Және адам көбейген сайын сенікі азаятын болса, онда ол дұрыс деген сөз. Ал енді бұнда айтады, адам көбейген сайын сенің табысың өседі, астың адам жина деп, соны жинап әкелген кезде бір күн лақтырады, сол адамдардың бетіне қарай алмайтын, сол адамдар оң кейін сені түбіңе жетіп соттататын болуы мүмкін да. Ондайлар әбден сақтану керек. Сондықтан адам көбейген сайын сенің ақшаң, табысың өспеу керек. Ол табиғаттың заңы, мүмкін емес. Екіншісі, адам саны көбейген сайын өспеу керек, содан кейін. Ол майникте солай. Майникте. Сенің табысың тек қана сол токеннің бағасы өскенде ғана. Сол токеннің биржада бағасы өседі. Сол кезде табысың көбейеді. Сол кезде сенің табысың өседі. Бұл заңдылық. Кез келген компанияның акциясы өскен кезде сенің табысың өседі ғой, тура сол сияқты нәрсе. Қарапайым аксиома. Тағы бір схема бар. Ол таза алаяқтық схема емес, бірақ әдетті адамдар сол жерде ақшасын жоғалтады. Мысалы, бір мысалын айта салайын, лайка деген болды. Ода қалай? Бір валюта шығады, шынымен шығады, криптовалюта. Соны сатып алуға сетевой маркетингтің схемасын келтіреді. Жарайды, оны да нормально дейік, сетевой маркетинг. Бірақ мәселе неде? Ешқандай бұл жерде алаяқтық жоқ. Адамдар, сол сетке кірген адамдар, сетке кіру үшін ғана сол валютаны алады. Мағына сетевой маркетинг, ради сетевой маркетинг болып қалады. Ол жерде сыртқы коммунити, сыртқы оның қолданысы болмай қалады. Сөйтеді да валютаның бағасы түсе береді. Жаңағы алғаш адамдар сатып алған, ол кейін 10 есе, даже 1000 есеге дейін түсіп кетеді. Сөйтеді да ақшасынан айырылады. Түсінікті, мәшине сатқанда, мысалы, әшейін құрған мәшине алып қойып, ол мәшине таксовать етіп ақша келмесе, ол мәшиненің құны түседі ғой. Мысалы, сиыр сатып алдық, бәріміз кіріп, 1000 сиыр сатып алдық. Сол сиырдың сүтін сауып, бұзауын алып, оны ары қарай соны қызығын көрмесек, ол жаңағы сиырдың құны түсіп кетеді ғой, тек қана жем беріп отыратын болсаң. Бұл жерде дәл сол сияқты кейбіреулер ашып алады, соны көбейтеді, мынау деп, оңген ол ары қарай халықаралық деңгейде бір айналысқа еніп, ол бір бизнес көзіне айналмағаннан кейін, ода да табыс бола қоймайды ғой. Сонымен құрметті ағайын, осы хабарда сіздерге нені айтқымыз келді? Алаяқтық схемадан арзан ақша таба қоясың, тез анаған кірсең, асың адам жиналса көбейе береді, сенің акцияң осылай аяғасынан өсіп кетеді десе, сенбеңіздер. Бұл ғаламда, әлемде сиқырлы таяқ жоқ. 7 рет өлшеп 1 рет кесіңіздер. Нақты қандай ең сенімді компания, ол қалай жұмыс істеп жатқан жайлы ерлік система салып қоямыз ғой. Міне, бұл жерде мен сіздерге осыны кіргізу арқылы бірдеңке ақша табайын, осыдан пайыз көрейін деп отырғам жоқпын. Бұл сетевой маркетинг емес. Мен жай ғана сізге заманның ағымына қарай ілесейік, жасанды интеллектпен айналысайық, робототехникамен айналысайық, жаңа түрлі валюталармен айналысайық, елімізді өркендетейік деген ниетпен бұны сізге айтып жатырмын. Келесі хабарларда кездескенше сау, саламат болыңыз, лайк қойып, комментарий қойып, барлық таныстарыңызға тарата жүріңіздер.